Бекең. Әңгіменің авторы Мұратқали Дүйсенбаев. Боз інгенше боздап алып, солқ етіп орнынан қозғалған пойыз әп-сәтте ырғақты жүріске түсіп, Қарабұйра түтінін будақтата шағын қаланы қақ жара түстікке қарай бет бұрды. Манадан бері терезеден сыртқа қарап отырған Әбекең, «Я Алла, жолымызды оңғара көр» деп Құдайына бір сыйынып алып, көк дөнен қиялдың жетегінде кеше ғана ұзақ сапарға аттанған туған ауылы Қасқабұлақтың қараша үйлеріне жағалай бас сұғып шықты. Көз алдына оқудың жорғасы бар ма? Қияндағы Алматыда не іздейсің? Баланың көз алдында болғаны жақсы. Семейдің институты тақияңа тар келе ме? Деп күмілжіп қалған құрдасы Қаратайдың бейнесі келе қалды. Әбекең құрдасының сөзін қызғанышқа балаған. Ішін күйсе тұз жала. Әбекең вагонға кіре газет оқуға кіріскен ұлына көз қиығын тастап қойды. Мектеп бітіруге таянғаннан бастап Әбекең осы ұлын үлкен қалада оқытуды армандайтын. Өткен күз оқу басталы райкомда істейтін Жамағайын інісіне тілек айтып, Алматыда ірі қызметте істейтін танысына хабар салғызып қойғаны да бар. Өзінше оны да біткен шаруаға балап бір саусағын бүгіп жүретін. Өзге қарасақалдан өзгешелеу ойлайтын Әбекеңнің ойынша, ауыл баласының маңдайына мал дәрігері мен мұғалімдік қана жазылып қоймаған шығар. Соғыстан кейін мұғалімдікті бітірген түйеші ықылас пен қатқан Қаратайдың ұлынан өзге айтпақшы, жетімнің жебеушісі бар демекші. Жесірген бір қатыштың техник болып келген жалғызынан басқа күллі Қасқабұлақта жоғары оқу орнын бітірген ешкім жоқ. Ендеше осы ауылдың бір баласы инженер болып шықса, ешкімнің аузы қисайып қалмас. Жылға таяу жанын жегідей жеген осы ойдың жетегінде Алматыға аттанған Әбекең жаратқан ием жерге қарата көрме деп қайта-қайта сыйынумен келеді. Онсыз да күпті көңілдің айран астырын шығарып, анда-санда жетім ботадай боздап қойып келе жатқан темір арба үміт пен күдікті қатар екшелегендей сатыр-күтір миын шағып келеді. Бір қойдың еті салынған қапшықты ышқына көтеріп, пойыздан түскен сорайған қара торы балаң жігіт пен қара шалбарының ышқырын омырау тұсына дейін көтере түсіп, шәние қалған сары шляпіге Әбекең ойлағандай Алматы онша тосырқай қараған жоқ. Ары-бері жөңкілген нөпірдің арасында қақтығысып жүріп, қапсүйреткен екеуін вокзал сыртына шыға бере алматылық кәнігі шопырлар көкпарша тартып, кеу-кеулеп әкеп көк Волганың ішіне тығып жіберген. Барар жері жазылған бір жапырақ қағаздың жетегімен жүйткіген көк Волга Жамағайын інісі тапсырған үйге жеткізген кезде күнде ұясына енген еді. Отағасы Рақыш кішігірім банктың төрағасы екен, бірақ ақ көңіл қарапайым азамат көрінді. Абырой болғанда келін қайын жұртшылап кетсе керек, зыр жүгіріп шай қамдап жүрген Рақыштың көңілінен кейін Әбекең өзін еркін сезіне бастады. Шаймен қоса бір ұзын мойын шөлмекті қисайтқан екеуі ертеңгі тірлікті қаузаған еді. Әбекеңнің төс қалтасында тігілген ораманың тігісі сөгіліп, профессордың маңдай тері оң жамбасқа басылып, келер күні кеш бата болатын отырыстың шай сулығы Рақыштың қалтасына түсті. Маңдайдан қашқан шашы желкесіне ілінген, имиген профессор бастаған 4 жайсаң есіктен кіріп келгенде тұлғаларына қарап қалжасы жаққан Әбекең іштей тәубе деп қалды. Бойларынан тектілік тепсініп, шекелерін құламалық керіп тұрғандай көрінді. Төрге озған профессорға тартылған қоңыр бастың құлағы шынтиып, көзі ойылып, таңдайы сыпырылып, миы шағылып, шүйкесі тамаққа, құйқасы табаққа түскен шақта, Рақыш көктен жаңа түскендей болып шаруаның шетін шығарған. Қоңыр бастың ғана емес, Әбекеңнің оң жамбасындағы көк қағаздың иісін мана сезген профессор да аяқ астынан бейкүнә сәбидің жаялығына орана қойды. Апыр-ай, биыл бала көп, оның үстіне ректор өзі тікелей қадағалап отыр, тізім жасалып қойды дегендей. Қайсар аға, ректордың сізден аспайтынын білеміз ғой, бір ауыз сөзіңіз. Мына кісі жақсы көретін ағам еді,
қолы ашық, жоралғының мән-жайын білетін адам, деп оқуға түсіру театрының үйреншікті ойынын жалғап жіберді. Қаратаймен кергілескеннен басқа мұндай саяси ойынды көрмеген Әбекеңнің маңдайынан тер бұрқ ете түсті. Қайсаржан-ау, бір көмегің болсын, бар шамаңды салсаңшы, Рақыш біледі, жиған тергенімді аямаймын. Әбеке, біздің де нан жеп отырған жеріміз. Сіздің азын-аулақ тиын тебеніңізге бола жұмыстан айырылатын жайымыз жоқ. Қазір тәртіп қатал. Айналайын, қалауын тапса қар жанар демеуші ме еді атам қазақ. Осы ұлымнан аянар ештеңем жоқ. Жағдайын шешсең, оқуын бітіргенше соғымыңды айырып тұрармын. Әбекең жаны қысылғанда соңғы сөзді қалай айтып жібергенін де аңғармай қалған. Манадан бері осылай демейсің бе дегендей, профессордың оң қабағы дір ете түсіп, көзі күлімдеп шыға келді. Түсірдік-ау, деген оймен Рақышта орындығына шалқая отырып, рақаттана қарқылдап күліп жіберді. Қайсар аға, қайтесіз енді, ауылдан келген бір шал ғой, көңілін қайтармаңыз енді. Өстіп жүріп құртасыңдар ғой түбі, амал қанша, тәуекел дейміз де енді, деп Қайсар да жайдарлана күлді. Алшынбайды құдалыққа жыққан Абайдың ұрпағы емес пе? Көнбесіңе бола ма? Алшынбаймен құда түскен Абай емес, Құнекең еді. Қайсарды дұрыс жолға түсірмек ниетпен Әбекең жылы жымиып қойды. Абай мен Құнанбайды ажырата алмайтындай, бұл жақта біз жүгері күзетіп жүрмекенбіз. Құнанбай қайда? Жаугершілік заманында өмір сүрген. Соқыр болатыны содан емес пе? Ал орыс генералдарымен дос болған Алшынбай мен құда түсетіндей Құнанбай қайда? Бұл кезде оның сүйегі де қурап қалған шығар. Кім еді әлгі? Әлгі Алшынбайдың қызы, Зере. Зереге Абай құда түсе барған жоқ па? Тек Алла кешірсін, сонда Абай әжесіне құда түсе барғаны ма? Құдай-ау, Қайсар, олай күпірлікке барма, білмесең білме, бірақ аруақтарды қор қылып қайтесің. Мына шал аузымды жаба берді ғой, Құдайға шүкір, атақ даңқымыз бар, Мұхаңның көзін көрген адамбыз, бізде бірдеңе білетін шығармыз, деген Қайсардың көзі ежірейіп шыға келді. Осы әңгіме басталғаннан қипақтап отырған Рақышта: Әбеке, қойсаңызшы, бұл арада білгішсінудің қажеті қанша? Қайсекең ел сыйлайтын азамат, дей берген еді. Әбекең одан ыға қойған жоқ. Ел сыйламасын деп отырмын ба? 100 жерден сыйласа да маған келіп кетері жоқ, бірақ тарихты былықтырып, Абайды шатастырғаны масқара емес пе? Ғалымдарымыздың түрі мынау болса. Не оттап отырайын мынау? Қой баққанның ой баққанмен таласқанын қарашы. Көпіңнің бетін сорғалатып, қойыңның құйрығын құрттап жайыңа жүрмейсің бе? Қайсардың маңдайынан бастау алған қызыл бояу шақшабастың төбесінен асып, желкеге барып бірақ құйылды. Дәл осы жерде Әбекең күйіп кетті. Бұлшылдапсың. Ой баққан түрің осы болса жетіскен екенбіз. Бүйтіп ой баққаннан қой баққаның дұрыс еді-ау. Бірақ мына түріңмен сен қойдың құйрығында дұрыс құрттай алмассың. Иттің баласы. Қайсар қатты ашудан тығылып сөйлей алмай қалды. Әбекеңнің де жүйкесі ширығып үзілерге шақ қалған еді. Орнынан ширақ көтерілді. Балам, қайдасың? Мына Когмилардан оқып адам боламын деп ойлама. Қайтамыз, жинал. Онсыз да қалған көңілдің айран асырын шығарып, анда-санда жетім ботадай боздап қойып келе жатқан темір арба сатыр көтір Әбекеңнің миын шағып келеді. Көз алдына бірде Семейдің институты тақияңа тар келеме деп күмілжіген Қаратай, бірде маңдайдан қашқан шашы, желкесіне ілінген имеген профессор елестейді. Бағытын өзгертуге қауқары жоқ. Екі жолақ темірге байланған темір арба боздап келеді. Темір арбаға мықтап байланған ескі вагондар қиралаңдап, әйтеуір ілесіп келеді-ау. Темір арба, профессор, вагондар, іші тола халық. Бағытын өзгертуге қауқарсыз темір арба әлі боздап келеді. Вагондарда жазық жоқ. Бас қалай бұрылса, солай бұрылып ілесіп келеді амалсыз. Темір арба тағы боздады. Әбекеңе темір арба емес, бүкіл қазақ даласы боздап жатқандай көрінді.
Әңгіменің соңы. Қазақша контентті қолдап каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.